Мен түнде келе жатқанда мені бір балалар ұрып кетті. Азанда мен тұрсам, мен мешітте тұр екем, маған бір ата келді да ақыл айтты, миымды ашты кажется. Ал достар, бүгін бізде математика сабағы, Роберт Кийосаки мектебі. Біздің оқушылар әлі келмеді, оқушылар қайда жүрген? Сабақ басталды. Апа, сәлеметсіз. Сәлем, байдың қызы бірінші келді ғой. Қалайсыз? Жақсы. Сабақ оқыдыңыз ба? Неге? Жарайды, оқымақ қой. Сумка ұстап кепсің ғой, дәл сумка. Апа, сәлеметсіз. Сәлем. Сен қыз кешікпеуші едің, не істеп жүрсің? Енді киім жуғанда сол кішкене Кеппей қалды ма? Жарайды. Математика дәптерлеріңді, құралдарыңды ала қойыңдар. Жаным, сен бізді асырайсың ғой, София Аида қызы. Сабаққа дайынсыңдар ма, қыздар? Ассалаумағалейкум, рахматуллахи. Ойбай, бісміллә. Қыздар? Ақша. Отыр. Аузыңда иман, не ақшаға таласып отырыңыз. Сұлтан, отыр. Сен қалай имиджіңді, киімің бәрін өзгертіп тастағансың? Кеше ғана боксер болып жүредің ғой. Жоқ, мен қалиқтанда мешітке барып мұсылман болды. Мен түнде келе жатқанда мені бір балалар ұрып кетті. Азанда мен тұрсам, мен мешітте тұр екем, маған бір ата келді да ақыл айтты, миымды ашты кажется. Содан киіміңді өзгертіп жібердің ба? Иә. Иманды болып кеттің ба? Иә. Енді төбелеспейтін болдың ба балалармен? Иә. Молодец. Өзің сумка алыпсың ғой. Ана жолы София саған $100 беріп, содан сумка алдың ба? Иә. Молодец. Байдың қызы әйтеуір бәрімізді асырап жатыр, байдың қызы. Байдың қызы. Ал дәптерлеріңді, құралдарыңды ала қой. Дәптерлеріңді ала қойыңдар. Жарайды, сен жазбай қой, София. Сен жазбай қой. Ішің пысса ұйықта, ма? Ақшаң таусылғанда қайтасың ғой, София? Мен бір ақша беріп жіберіңдер. Не істейсің ол ақшаны? Потом мұстаты сортимен жүріп. Енді әке-шешеңе айтсай? Жоқ, алай кешек ақша жоқты сол. София, бір 20 мың бересің ба кластасыңа? Беріп жатыр. Енді киім ал. Кішкене иманды болыпсың, енді киіміңді дұрыста, Сұлтан, ма? Давай де, дәптерлеріңді алыңдар. Тақтадағы есептерді шығарамыз. Маған дәптер беріңіз. Сен дәптер сумка алыпсың, дәптер алмадың ба не? Иә. Жында. Ал Сұлтан, тақтадағы есеп шығара 4-тен 3 алсаң неше болады? Білмеймін, апа, мен. Ойлансай кішкене. Қара, кеше түнде 4 бала келе жатты. 4 бала сені ұруға келе жатты да, 3-еуі ойланып қалды да үйіне қайтып кетті. Неше бала қалды? Бір бала қалды, мен ұрып тастадым ғой. Кеше бір баланы ұрып тастадың ба? Иә. Көрдің ба, сөйтіп ойша есептеп шығар, ма? Давай, дәптеріңе көшіре ғой. Ал достар, қазір бізде дәптерін жазып алыңдар, содан кейін қоңырау болады. Көшіріп болғаннан кейін қоңырауға шығамыз. Осыдан кейін қандай сабақ еді? Осыдан кейін әдебиетті оқу, кеше сендерге тақпақ жаттап келіңдер дедім, жаттандыңдар ма? Жаттадым. Молодец. Қазір соң айтып бересіңдер. Мына қыз ақшасын санап әлек әйтеуір. Үйіңде ақша көп па? Ал балалар, бізде екінші сабақ. Мұқағали Мақатаев әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз, балдар. Ал 3 бақытымды сендерге жаттауға бердім. 3 бақытымды бізге айтып береді София. Бұл қасқа жарайды. Айтпай қойың. Саған 4 қояйын, теңге бергенің үшін. Онда Сұлтан айтады. 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенің. Орбал болса мен бармын, құрылмаймын, қымбат тірет алдынан нақы менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім. Ой, молодец.
Молодец, молодец. Сұлтан Сұлтанұлына бүгін 5 қоямыз. Сен қыз жаттадың бе? жаттадым. Айта қой. 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, оған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса да мен бармын, қымбатырек алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім жедім. Кейде дүниеден түңілсем де тілімнен түңілмедім. Ал үшінші бақытым бар отан деген. Құдай деген кім десе отан жерем. Молодец, не деген керемет класс болып кетті. Мына бала да түзеліп кетті. Енді мына қыз, сен бірақ түзелмей-ақ қой, а? Осы күйің жақсы. Түзелмей-ақ қой, а, София? Мөлдір өте жақсы. Ал достар, молодец, сабақтарың өте жақсы. Біздің келесі сабағымызға ағылшын тілі болады. Қазір 2 минут қоңырауға демалыңдар. Молодец, оқушылар. Апай, тоқтаңыз. Ойбай, не болды? Мен ары таппағанымды айтқан жоқпын ғой. Сен айтпаймын деп едің ғой, айта ғой. Аясата бізге сәлем беріп тұр. Кім барақ айтқан таппағын сорпаратты беріп тұр. Өте керемет, балалар, шапалақ, керемет. Осындай балалар, біздің дарынды, біздің классымызда осындай бала бар. Озат оқушы. Молодец, София. Ал енді қоңырауға шығыңдар, 2 минут қоңырау болады. Астафиралла. Баяқ сұлтанға айналып отым. Ойбай, бісміллә деп қой, не деген жынды бала болғансың кезіңде. Қалай мен сендерге шыдағанмын вообще. Сен бісміллә деп айтып жүр, яма, Сұлтан? Айтпесе сен баяғы сұлтанға айналатын түрің бар, мөлдір ренжімей ғой. Ал енді балалар, бүгінге сабақ бітті. Осындай жақсы оқушы, жақсы класс болып жүре беріңдер, яма? Тіпә, көз тимесін, біздің класс өте дарынды класс болды. Ал үйге тапсырма белгілі ғой бәріңе, я? Үйден оқып, енді кешікпейтін үлгілі, керемет, озат оқушылар бар, класс болыңдар. Сау болыңдар, балалар. Мен келесі сыныбыма кеттім. Апай, қайтпаңыз. Менде тағы да таппақ бар. Ойбай, айта ғой, қандай тақпақ бар? Қайтатын кезде? Айнақ мамам. Ой, керемет. Молодец. Достар, видео ұнаса лайк, комментарий, подписка. Содан кейін достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Мені қолдауды ұмытпаңыздар.